Қадірменді тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклы біздің сұрақтарымызға жауап беретін тіл маманы лингвист Анар Мұратқызы. Анар ханым, енді дұрыс сөйлеу нәтижесі дітін орындату деген тақырыпта сөз қозғап көрсек? Самат, бұл біздің мынау бүкіл жүргізген бағдарламамыздың бір қорытындысы сияқты болайын деп тұр. Осы уақытқа дейінгі ауызша сөз болсын, кез келген сөз, ол негізгі мақсаты айттық дітті орындату дедік. Дітті орындату үшін прагматикаңыз күшті болу керек. Яғни сіз өзіңізді тыңдап тұрған адамның, өзіңіз кіммен сөйлесіп тұрсыз, соның жалпы өзі кім, бұған әсер етудің қандай жолдары бар деген сұрақтарға жауаптарыңыз мықты болу керек. Сонда ғана сіз прагматикаңыз күшті болады да дітіңізді орындата аласыз. Енді осыны түсіндіру үшін мынау ауызша сөздің түрлі жағдаяттарын алмай қояйық, тек қана мынау стильдік тармақтардағы ауызша сөзін алып, бір қызық тыңдармандарымыз үшін көрнекі болу үшін мысал түрінде осы дітке қатысты. Яғни дітті орындатудың әрбір стильдік сөйлеу формасындағы өзінің құралдары болатынын көрсету үшін бір ойын өткізсек. Мысалы? Жақсы. Мысалы, кітап алу деген қимылды білдіретін тіркес, кітап алу. Осы төңіректе сіз қазір маған ресми стильдің ауызша формасында бір кітап сөзіне. Кітап алу немесе кітап сөзіне осындай мәтін құрып берсеңіз, ауызша мәтін. Бұл осы жалпы сабақ барысында мен біраз нәрсені түсініп қалғандаймын. Сіздің арқаңызда әрине шама келгенше көрейін, құрастырып. Бәке, сізге бір ұсыныс болып тұр. Ертең өтетін мерекелік шараға қатысты біздің елбасымыздың кітабын алуымыз керек болып тұр. Соған бізге қаражат бөлсеңіз. Тамаша. Тура ресми қарым-қатынастың ауызша сөзінің бұл жұтпас үлгісі. Қаражат бөлу деген тіркестің өзі тек қана ресми қарым-қатынаста қолданады. Мысалы, сіз енді сол бәке сізге құда болып келсе, немесе бәке сол сіздің ағаңыз болса, ағаңыздан ақша сұрасаңыз, маған қаражат бөлші деп айтпайсыз ғой, Тамаша. Енді осы кітап алу туралы көркем әдебиет тілінің бедерімен мәтін құрастырып бере аласыз ба, Самат? Көрейін, шама келгенше. Мен ақын емеспін, прозаик емеспін дегенмен де көрейін. Күн суық, аялдамада тұрмын. Алматыдағы көк базар базары. Алыстан бір дауыс естілді. Кітап аламыз деген айғайлаған жас баланың дауысы. Қарасам, тоңып жаурап кетіпті. Қалтамдағы соңғы тиынымды санап, сол баланың кітабын сатып алдым. Тамаша, мұнау нағыз көркем әдебиет тілінің бедерімен дайындалған мәтін болды. Самат, сіз өзіңіз ақын емессіз ба? Сіздің бұл сабақтан кейін енді мен ақындық жолға түсем. Әңгімеңізді тыңдап отырғанда кітапты сүюге тәрбиелеп отырғандай болдыңыз. Және кітап сатып жүрген балаға деген жанашырлық туындайды, бірақ мына кітап сатып жүрген балаға обал болды деген сөз жоқ. Бірақ күн суық, кітап аламыз деген дауыс естілді дегенде оны оқып отырған адам баланың да тоңып тұрғанын өзі де сезінгендей болады. Тамаша. Енді сіздің ойыныңызды ары қарай жалғастырайын. Мысалы, тағы да бір стильдік тармақ, публицистикалық стильде кітап алу деген тіркесті қолданып, сол стильдің бедерімен ауызша сөз құрайтын болсақ, мысалы, мен қазір бір жаңалықтар ретінде айтып өтейін, оның үстіне бұл шынымен де болған жаңалық. Биыл 2015 жылдың қазан айында Түркі Академиясының президенті Дархан Қыдыралы мырза Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімінің институтының бас ғылыми қызметкері, профессор филология ғылымдарының докторы академик Рабиға Сәтіғалиқызы Сыздықованың кітапханасын сыйға алды. Рабиға Сыздықова апай өзінің талай жылдан бергі жинаған ғылыми еңбектерінің бір бөлігін осы Түркі Академиясының кітаптарына сыйға тартты. Кітаптарды алған Дархан мырзаның ризашылығында шек болған жоқ, себебі бұл Түркі Академиясының кітапхана қорын байытатын алтын кітап жиынтығы. Мысалы, бұл публицистикалық стильде жазылған. Сіз бұл мәтінді тыңдап отырып, қандай ойда болдыңыз? Публицистикалық стильдің мағынасын біраз түсінгендей болдым. Мағынасын түсіндік, және осы мәтінді тыңдаған кезде адам, осын тыңдап отырған адам сол мәтіндегі кейіпкерлерге, сол мәтіндегі субъектілерге бір баға беріп отырады, дұрыс екен, мынаны дұрыс істеген екен, мынау бір қызық екен деген. Демек, публицистикалық стильдің дітін біз біраз орындаған сияқтымыз. Оның діті баға тудыру,
ынта жігеріне әсер ету. Енді тағы бір соңғы стиль ол сөйлеу тіліндегі жүзеге, тек қана сөйлеу стилі дейміз, ол сөйлеу ауызша түрде ғана жүзеге асатын стильдің бедері ол өте құнарлы болады дедік, онда неше түрлі формалар қолданылады дедік. Сөйлеу тілінің діті екеуі ара коммуникацияда, сөйлеу тілінің діті ол жұпыны болмайды, ол көп болады оның діті, бірақ соның ішіндегі ең негізгісі белгілі бір қимылды орындату. Самат, айналайын, ана кітапты әперші. Мінекей ал. Бұл тура сөйлеу стилінің бедерімен дайындалды. Айналайын әперші деп, менің дітім сізге кітапты әперту болып тұр, сондықтан мен сізді айналайын деп еркелетіп тұрмын. Самат, айналайын, ана кітапты деп қолыммен сілтеп көрсетіп тұрмын. Сіз қай кітапты екенін көрдіңіз, сіз енді әпермеуіңізге лажыңыз жоқ. Міне, дітті орындату деген осы. Дітті орындату деген сұраққа толығымен жауап алдық, қанағаттандық деп ойлаймыз. Көп рахмет сізге, Анар ханым. Құрметті тыңдармандар, бағдарламалар барысында шұрайлы ана тіліміздің кәусар бұлағынан сусындадық. Дұрыс сөйлеуді, сондай-ақ сөз саптауды, екпін, интонация қоюды үйрендік. Сөйлеу стильдері, әуен, кідіріс, қарқын, интонация туралы көп мағлұмат алдық. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамыз. Осымен бағдарламалар циклын аяқтаймыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға алғыс білдіреміз. Анар апай, сізге көп рахмет. Осы бағдарламалар циклінде қолданылған білімдер: Нұргелді Уәли, қазақ тілі, сөз мәдениеті, қоғамдық гуманитарлық бағыттағы оқыту қазақ тілді мектептердің 10-шы сыныбына арналған оқулығы, Рабиға Сыздық, сөз сазы, Зейнеп Базарбаеваның қазақ тілінің интонациялық жүйесі, 2002 жылы жарық көрген қазақ грамматикасы еңбектерінен алынды. Вики білім қоғамдық қоры, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.